сапалы судьялар құрамын қалыптастыру және судьялардың мансаптық өсуін қамтамасыз ету мақсатында 2012 жылдан бастап еліміздің сот жүйесінде жоғары тұрған және басшы судьялық лауазымдарға кадр резерві институты жұмыс істейді. 2019 жылдың сәуір айынан бастап судьялық кадр резервін қалыптастыру және жүргізу мәселелері толығымен жоғары сот кеңесіне берілді. Осы мәселелер кеңес қарауына өткеннен кейін кеңес кадр резервін қалыптастыру және онымен жұмысты ұйымдастыру қағидаларының жаңа редакциясын әзірлеп қабылдады. Онда бірқатар инновациялар көзделді. Резерв енді облыстық соттың судьясы лауазымына да қалыптастырылатын болды. Кадр резерві жөнінде комиссияның деңгейі мен құрамы өзгерді. Комиссия жоғарғы сот кеңесі жанында жұмыс істейтін болды. Құрамында 9 адам, 3 кеңес мүшесі, 3 судья, мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган, заңгерлер қауымдастығы мен HR менеджменттен бір өкілден. Судьялық кадр резервіне қабылдау тәртібі мен шарттары өзгерді. Үміткерлерді кадр резервіне қабылдау үшін бағалау және іріктеу рәсімдері конкурстық рәсімдермен бірдей цифрландырылған және бағалау критерийлері пайдаланылады, сұхбат алынады. Жұртшылық пен заңгерлер қауымдастығының пікірлері сұратылады және де тағы да басқа. Судьялардың кадр резервін құрудың негізгі мақсаты жоғары тұрған сот сатылары мен басшы судьялар құрамын білікті кадрлармен жасақтау, сондай-ақ дайындығы неғұрлым жоғарғы судьялардың мансаптық өсуін қамтамасыз ету. Судьялық кадр резервін қалыптастыру мынандай міндеттерді шешеді. Судьялардың әлеуетін айқындау. Бос судьялық орындарға дайындығы неғұрлым жоғарғы судьяларды орналастыру және бос судьялық орындарға үміткерлерді іріктеу кезінде тәуекелдерді азайту. Судьялардың кәсіби және мансаптық өсу үшін перспективалар мен мотивацияны жасау, сондай-ақ олардың жұмысының тиімділігін арттыру. Жоғары тұрған және басшы судья лауазымдарға іріктеу кезінде кадр резервінде тұрғандарға басымдық беріледі. Судьялық кадр резерві жыл сайын жаңа адамдармен толықтырылады. Сондай-ақ заңнамада белгіленген мынандай негіздер бойынша кадр резервімен адамдар шығарылады. Резервте тұрған адамның өтініші бойынша судьяның тәртіпті жауапкершілікке тартылуына байланысты ескерту түріндегі тәртіптік жазаны қоспағанда, судьяның қызметінен босатылуына байланысты облыстық соттың төрағасы ұйымдастырған жеке жоспар бойынша арнайы даярлықтан өтуден бас тартқан жағдайда адамның өзі резервте тұрған судья лауазымына немесе өзге жоғары тұрған немесе басшы судья лауазымына тағайындалуы немесе сайлануы да оның да кадр резервіне шығарылуына негіз болып табылады. Судьялық кадр резервіне қабылданған және одан шығарылған адамдардың тізімдері кеңестің интернет ресурсында тұрақты негізінде орналастырылады. Судьялық кадр резервін қалыптастыру мәселелері жоғары сот кеңесіне берілген кезден бастап, кеңес ниет білдірген адамдардың резервке алу туралы өтініштер қабылдауды 5 рет жариялады және кадр резерві жөніндегі комиссия жоғары тұрған және басшы судьялық лауазымдарға резервке алу үшін іріктеп алған адамдардың тізімін 4 рет бекітті. Соңғы 5-ші хабарландыру бойынша кандидаттардың өтініштерді қабылдау ағымдағы 2023 жылы 5 қыркүйекте аяқталды. 299 адамнан 409 өтініш келіп түсті. Бір адам бірнеше судьялық лауазымға резервке алу туралы өтініш бере алады. Мысалы, аудандық соттың төрағасы және облыстық соттың судьясы лауазымдарында немесе облыстық соттың сот алқасының төрағасы, облыстық сот төрағасы және жоғары сот судьясы лауазымдарына қазіргі уақытта келіп түскен өтініштерді лауазымдарға қойылатын біліктілік талаптарына кандидаттардың сәйкестігін тексеру бойынша жұмыс жүргізілуде. Жоғары тұрған және басшы судьялық лауазымдарға кадр резервінің тұрғысынан келген адамдардың өтініштерін қараудың кезекті кезеңінің нәтижелері бойынша биыл 2023 жылы 29 маусымда резервке тағы 62 адам қабылданды. Оның үшеуі 2 лауазымға, атап айтқанда аудандық сот төрағасының лауазымына 10, облыстық сот судьясы лауазымына 41, облыстық соттың сот алқалары төрағаларының лауазымдарына 4, облыстық сот төрағасының лауазымына 1 және жоғары сот судьясы лауазымына 9 адам. Жалпы алғанда 2019 жылдан бастап барлық кезеңде жоғары сот кеңесі судьялық кадр резервін қалыптастырудың 4 кезеңін қорытындылары бойынша барлығы 257 адам, оның ішінде 21-і 2 лауазымға кадр резервіне алған. Яғни республика судьялары жалпы штат санының 2719 бірліктің 9,5% кадр резервінде болды немесе тұр.
Оның ішінде аудандық сот төрағасының лауазымына 64, облыстық сот судьясының лауазымына 159, облыстық соттың сот алқалар төрағаларының лауазымдарына 19, облыстық сот төрағасының лауазымына 6, жоғарғы сот судьясының лауазымына 29 және жоғарғы сот алқалары төрағаларының лауазымдарына 1 адам. Талдау көрсеткендей, кадр резервінде тұруға ниет білдірген адамдар санының шамамен 22% бағалы қорытындылары бойынша жоғары тұрған және басшы судья лауазымдарға іріктеліп резервке қабылданады. Резервшілерді іріктеу кезінде кеңес жанындағы кадр резерві жөніндегі комиссия меритократия принципінің сақталуы, сот төрелігін жүзеге асырудың жоғары сапасы кандидат беделінің мінсіз болуы мен жұмыс тәжірибесі, сондай-ақ судьялар қауымдастығы мен азаматтық қоғамның пікірі сияқты конкурстық іріктеуді өткізу кезінде қолданылатын қатаң критерийлерді ескеріп басшылыққа алатынын атап өткен жөн. Жоғарғы сот кеңесі қалыптастырған судьялық кадр резерві жұмыс істей бастағаннан жоғары және басшы 516 судьялық лауазымға конкурстық тәртіппен немесе балама негізде судьялар тағайындалды. Олардың 91 немесе 17,5% резервтен бос орындарға 197 резервші үміткер болған. Демек, олардың жартысынан жуығы 46% өздерінің мансаптық өсуге басым құқығын іске асырды. Судьялық кадр резервінен аудандық соттардан 37 төрағасы, облыстық соттардың 38 судьясы, облыстық соттардың 11 сот алқасының төрағасы және 1 облыстық соттың төрағасы тағайындалды. Сондай-ақ, жоғарғы соттың 4 судьясы сайланды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде судьялық кадр резервінің әлеуеті судьялардың мансаптық ілгерілету кезінде толық көлемде іске асырылуда. Қолданыста кадр резервінде 124 адам бар, оның 9-ы 2 лауазымға. Атап айтқанда, аудандық сот төрағасының лауазымына 29, облыстық сот судьясының лауазымына 76, облыстық соттың сот алқалары төрағаларының лауазымдарына 6, облыстық сот төрағасының лауазымында 4, жоғарғы сот судьясының лауазымында 18 адам. Кадр резервінде болу мерзімдерін ескере келе, оның ішінде 25 резервші немесе 20%, 2024 жылғы 29 сәуірге дейін 37-сі немесе 30%, 2025 жылға 5 мамырға дейін және 62-сі немесе 50%, 2026 жылға 29 маусымға дейін мансаптық өсуге өзінің басым мүмкіндігін пайдалана алады. Бұл ретте резервте болудың белгіленген мерзімі өткеннен кейін не ол аяқталғанға дейін алдын ала үміткер судьялық кадр резервіне қабылдау туралы қайта өтініш бере алатынын атап өткен жөн. Кадр резервіне қабылдау оқуға, тағылымдамадан өтуге және конкурстық негізінде мансаптық өсуге құқық береді. Заңнамада 2024 жылдың қаңтар айынан бастап аудандық соттар төрағаларының лауазымдарына кандидаттарды балама негізде жоғарғы сот кеңесі кадр резервіне ұсынылған адамдар және өз кандидатурасын дербес ұсынған адамдар қатарынан облыстық соттардың кеңейтілген жалпы отырыстарының сайлауы арқылы іріктеудің жаңа тетігін енгізу көзделеді. Мұндай тәсіл аудандық сот төрағасының лауазымына кадр резервінің әлеуеті барынша пайдаланылды. Сондай-ақ, кадр резерві жөніндегі комиссияның осы лауазымға резервшілер санын, оның ішінде сот төрағаларын заңды белгіленген 5 жылдық өкілеттік мерзімін ескере отырып, ұлғайту жөнінде жұмысын жандандыруды көздейді. Республикада 376 аудандық сот бар және жыл сайын аудандық соттар төрағаларының кемінде 100 лауазымға конкурс жарияланады. Кадр резервімен жұмыс істеу жүйесінің негізгі міндеттері судьяның жоғары тұрған немесе басшы судья лауазымын жұмыс істеу үшін қажетті қасиеттерді дамыту, жаңа қызметтегі функцияларды орындау үшін қажетті білім алу, білік, дағдыларды үйрену, өз білімін, білік дағдыларды нақты жағдайларда қолданудың практикалық тәжірибесін үйрену. Осы міндеттерді іске асыру үшін ішкі немесе сыртқы ұйымдар жүзеге асыратын жеке оқу жоспары құрылады. Облыстық соттардың төрағалары мен сот төрелігі академиясы резервте тұрған адамдармен іскерлік және моральдық қасиеттерін терең зерделеу, олардың кәсіби шеберлігін арттыру және ұйымдастырушылық дағдыларын жетілдіру бойынша іс-шараларды іске асырады. Кадр резервіне қабылданған судьялар облыстық соттың төрағасы бекіткен жеке жоспар бойынша арнайы даярлықтан өтеді. Онда облыстық сотта және жоғары сотта тағылымдамадан өту, сот төрелігі академиясына біліктілігін арттыру, кеңестер, алқалар, оқу әдістемелік семинарлар, ғылыми практикалық конференциялар жұмысына және кәсіби деңгейін арттыруға бағытталған басқа да іс-шараларға қатысу, сот төрағасын, сот алқасы төрағасының демалысы, іс-сапары немесе еңбекке уақытша жарамсыздығы кезеңінде оның міндеттерін уақытша атқаруды осы лауазымға резервте тұрған судьяға жүктеу, басқа да іс-шараларды өткізу қарастырылады.
резервте тұрған адамдардың жүргізіліп отырған жұмысы туралы облыстық соттар мен сот төрелігі академиясы жарты жыл сайын кадр резерв жөніндегі комиссияны хабардар етеді.